Өзі гидроэлектростанцияның қалай жұмыс істеу керектігін түсіндіріп өтемін. Ең бірінші өзеннен аққан су құбыры арқылы турбина қалақшаларын айналдырады. Турбина қалақшалары гидрогенераторға жалғанған. Гидрогенератор ол механикалық энергияны электр энергиясына айналдырады. Осылайша ауылды жарықпен қамтамасыз етеді. Гидроэлектростанциясы ешқандай зиянды газдар шығармағандықтан экожүйеге ешқандай зиян тигізбейді. Керісінше ауа тазарып, экожүйені тұрақтандырады. Ауылдың гидроэлектростанциясы ауылдың климатын жақсартады. Гидроэлектростанциясы ауылдың климатын тұрақтандырады.